Армысыздар қадірлі жыр сүйер әлеумет. Өздеріңізбен қайта қауышқаныма қуаныштымын. Әдеттегідей хал сұрама, жыр сұра айдары бойынша өздеріңізге кезекті шығарманы ұсынғымыз келеді. Бүгінгі шығарылымдағы терме толғау мынау мектеп оқушыларына, жас өрендерге, сондай-ақ биылғы мектеп бітіруші жас түлектердің құрметіне арналады. Сауалын Сүлейменнің берген шешіп, білімге бай болған соң бір құмырсқа. Ақылдың көкірегінде көзі барлар шығармас бұл сөзімді надұрысқа. Тұрмағамбет Ізтілеуов бұл шығармасында 9 түрлі жас өрен шәкіртке яки оқушыға қажетті ақыл кеңес айтады. Қандай кеңестер екенін терме толғаудан тыңдап біліңіздер. Болсаңдар балаларым хатқа ұста, төрден жай аларсыңдар тұрмай тыста. Түр түгіл төменнен де тимейді орын, жүрсеңдер шалқаулықпен жазы қыста. Бақ қонып бастарыңа орнар ықпал, ілімнің бола қойса кені дыста. Қай жерде қазынасы бол сәлімнің қабыңды қолың алда қыдырыста. Көнертіп алып жүрме зейініңді, қорқылып қара түтін қойып қысқа. Бұл күнде бір күтсіңдер жаңа түлек алыңдар, алтайынып қарлап ұшты. Өнерді осы кезде үйреніңдер, көңілді шарыстырмай ұшқан құсқа. Жаңылыс қалайда да бола берер, жас жетіп ұлғайғанда алған нұсқа. Жастағы алған үлгі жойылмайды, таңбадай таптап ұрып салған нұсқа. Ексеймін ескерердіп айтқанымда, болмаса ойларыңда ақыл қысқа. Осы айтқан үгітімді тыңдасаңдар, сүтінді кетерсіңдер үш құлысқа. Қусырып қолдарыңды отырмаңдар, айналған адамдардай тұрқынысқа. Сауалын Сүлейменнің берген шешіп, білімге бай болған соң бір құмырсқа. Талабы қай біреудің оңғарылса, иелік ете кетер бақ ырысқа. Ақылдың көкірегінде көзі барлар шығармас бұл сөзімді надұрысқа. Назарларыңызға үлкен рахмет айтамын, және біздің YouTube каналымызға жазылуды, лүпіл басуды, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Себебі әр жыр сүйер тыңдарманның ой пікірі біз үшін қымбат.